Сәлем біздің оқырмандарымыз. Біз бүгін қысқа арнап ең дәмді аджика дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңдар. Бізге ең қажетті зат 2 кг помидор, 2 штук немесе жарты килограмм сәбіз, сонымен қатар 1 кг свекло, 2 кг болгарский перец, 2-3 штук горький перец, яғни ащы күріш, жарты килограмм жуа, 200 грамм шемешкі май, уксус, түйіршіктелген қара бұрыш, қант, тұз және осы заттарымыздың бәрін мясорубкіден өткізу керек болады. Біз ең алдымен жуаны ұсақтап тураймыз. Осы туралған жуамызды қазанға шемешкі маймен қуырып аламыз. Шемешкі майдың примерно 200 грамм керек болады деп айтқанбыз біз жаңа. Біздің жуамыз қуырылып жатқан уақытта біз барлық помидорымызды мясорубкіден өткізіп аламыз. Помидорларымыздың барлығын мясорубкіден өткізіп алдық. Жуамыз қуырылып жатыр. Енді осы тартылған помидорды жуаның үстіне құямыз. Жақсылап араластырып, 20-25 минуттай баяу отта қайнатып аламыз. Біздің помидорымыз қайнап жатқан уақытта біз қалған барлық көкөністерімізді мясорубкіден өткізетін боламыз. Барлық көкөністерімізді мясорубкіден өткізіп алдық. Енді осы көкөністерді қайнап жатқан помидордың үстіне саламыз. Көкөністерді салып, жақсылап араластырып, содан соң татымына қарай тұз және қант саламыз. Тұз маған үлкен қасықпен 1 қасықтай, қантта 1-1,5 қасықтай қажет болды. Жақсылап араластырып, аджикамызды тағы да 20-25 минуттай баяу отта қайнатамыз. Аджикамыз қайнап жатыр. Енді әркім өзінің қалауы бойынша осыған укроп салуға болады. Бұл міндетті емес, бірақ мен өзім укроптың дәмін жақсы көрем. Сондықтан өзім укроп қосқанды жақсы көрем. Укроп қосқаннан кейін араластырып, аджикамызды тағы да 1-2 минуттай бұқтырып қоямыз. Біздің аджикамыз дайын болды. Енді осы аджиканы ысылай күйінде жуылып, тазаланып, буланып тұрған банкілерге құямыз. Аджикамызды банкілерге құйып болдық. Енді бетіне уксусын құйып, қақпағын жабамыз. Мен 1 литр аджикаға шамамен 1 шай қасық уксус, жарты литр аджикаға жарты шай қасық уксус қостым. Егер де сіздерде 9% болса, онда көбірек қосуларыңыз керек. Бетін қақпақпен жауып, суылғанша төңкеріп қоямыз. Біздің аджикамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.